Шыңғыс хан 25 бөлім. Тағы да құй. Әке. Хан әке. Әке, мен сол бір қаңқу сөзді сізге айтпауым керек еді. Соны мағаттық болыпты. Жоқ, әке. Балаларыңыздың үлкен мен едім ғой. Сіздің үмітіңізді ақтамадым. Сол жолға әрекетім дұрыс болмады. Менің мұндай бос әңгімені тыңдағым келмейді. Төртеуің шақырғанда қойым. Менің тағыма кім мұрагер болады? Сол жөнінде өздерінің ойларыңды білгім келеді, Шағатай, сен айт. Жарайды. Төртеуіміздің ішіміздегі ең үлкеніміз Жошы. Маған қарағанда соғыста жасаған ерлігі де үлкен қабілетті мықты. Мен осы үлкен ағаммен қатарласа жүріп әкеме қызмет жасағым келеді. Екеуміздің қай-қайсымызда жаудан жасқанып, бұққандардың бастарын жаумен шайқасудан тайсалып артта қалғандардың тілесегін қиятын болайық. Ал хан тағына мұрагерлік жайына келетін болсақ, біздің ішіміздегі ең жүрегізгі бауырымыз Үгедей. Хан әкемнің қасында Үгедей болсын. Хан тағының мұрагеріне айтылар өсиетті әкеміз осы Үгедейдің құлағына құйсын. Жошы, ал сен не айтасың? Мен хан әкеме майдан даласында қызмет етсем деймін. Хан тағының мұрагері Үгедей болсын. Екеуің де бұл сөзді шын жүректен айтып отырсыңдар ма? Мен қашанда айтқан сөзіме тұрам. Мен қашанда берген уәдемді орындаймын. Үгедей, егер сен хан тағының мұрагері болсаң, не ойлаған ойың бар? Әке, сіз менің ойымды білуге ықылас таныттыңыз. Мен бұған не айта аламын? Бұл іс менің қолымнан келмейді дейін бе? Жоқ. Меніңше әкеме өзі бастаған іске бар ғұмырын арнайтын лайықты мұрагер керек. Иә. Мен өзімнің ағаларымнан кем түсіп жатқан жерлерінің көп екенін жақсы білем. Бірақ өзіме сен тапсырылған істі абыроймен атқаруға бар күшімді саламын. Төле, сен де өз ойыңды айт. Мен әкемнің және ағаларымның айтқандарына құлақ асам. Мен қашанда тақ мұрагерлігін алған ағаммен бірге болам. Оның ескермеген жайларын есіне түсірем. Қалқып кетсе оятар сөзін алысқа жеткізер, қысылғанда демейтін сүйеніші болам. Жорық сапарында да, бейбіт күндерде де ағамның қасынан табылып, қалтқысыз қызмет қылам. Жарайды. Үгедей менің тағымның мұрагері болсын. Кез келген әміршінің өзіне мұрагер таңдауға хақысы бар. Ешкім де менің бұйрығымнан бас тарта алмайды, және осы келісімді бұза алмайды. Мемлекетіміздің тыныштығының, қауіп-қатерден аман болуының және хан тағының бір ұрпақтан екінші ұрпаққа жалғасуының кепілі осында. Жарайды. Айтайын деген осы еді. Нәке, кетуге рұқсат етіңіз. Әке, мені мазалап тұрған бір жай бар. Ол нендей жай? Егер менің ұлдарым мен немерелерім дарынсыз, әрі дәрменсіз боп шықса, ел билігін оларға қалай сеніп тапсырам? Әке, айтыңызшы. Оған қам жеме. Егер сенің балаларың мен немерелеріңнің ішінен лайықты мұрагер шықпайтын болса, менің өзге ұрпақтарымның арасынан мұрагерлікке лайық, ақылына ерлігі сай, бір ұл шығады деп сенемін. Иә, әке. Хан ием, бәрі сіздің ойлағаныңыздай болды. Ұлдарың хан тағыңа мұрагерлікке Үгедейді таңдады. Көңіліңіздің енді тыныш табатын реті бар еді, бірақ бірдеңеге мазастанатын сияқтысыз. Сен менің ұлдарымның берген сертіне сенемісің? Бір кездері маған тұғырлы ханда сән күнде жамұқа да құсар мен алтын да серт берген болатын. Хан ием, мен де содан қауіптенем. Ертең сіз кеткеннен кейін Шағатай мен Жошы бір-бірін жоқ қылама деп қорқам. Мен мұны ойламады деймісің? Батысқа жорық жасап келгеннен кейін Жошыға Хорезмнің бұрынғы астанасы Үргенішті және Хорезм патшалығының жартысын берем.
Ал жаңа Астана Самарқанды және Хорезмнің қалған жартысын Шағатайға беремін. Әрқайсының өзінің жеке хандығы болсын, сонда бір-бірімен тістескенді қояды. Менде де ес болсайшы. Тағы да артық әңгіме айтып, басыңызды қатырдым. Жоқ. Сенің көңілің қашанда қиядағыны шалып отырады. Бірақ сенің көздеріңе қарап, көмейіңде тұрған бір сөзің бар екенін біліп тұрмын не. Көңілімнің жұмбағын айтқызбай таныр не қасиетіңіз бар осы, хан ием? Айта ғой. Моңғолдың дәстүрі бойынша, сіздің шаңырағыңызды ұстайтын кенже ұлыңыз Төле. Сондықтан әскердің көп бөлігі де Төлеге тиесілі. Қазірдің өзінде Төленің соғыста жасаған ерлігі үгедейден артық болмаса кем емес. Жошы мен Шағатайдың да айналасына ықпалы күшті. Байқап отырсам, сіз тағайындаған тақ мұрагері үгедей бәрінен де әлсіз болып қалады екен. Сіздің ойлаған ойларыңызды ол жүзеге асыра ала ма? Мұның соңы қан төгіске апарып, соқтырмай ма, хан ием? Айтыңызшы. Мұның дұрыс. Мен үгедейдің жанына ең беделді сардарлары мен сарайдағы ақылшыларымды қосамын. Иә, үгедейшіл жусай болар еді. Егер сен еркек болып жаралсаң, менің ең мықты ақылшым өзің болар едің. 1219 жыл. Бұл сенбісің, Темучин. Иә. Сені тағы да жорыққа шыққалы жатыр деп естідім ғой. Ол қазір бәрін біліп жатыр. Егер оған бірден айтқыңыз келсе, тап қазір айтып қалыңыз. Апа, мен батысты бағындырғалы аттанып барам. Батыс. Әлгі наймандар, таңғұттар, ұйғырлар. Қалай еді? Қалай? Алмалын айтамысыз? Алмалы. Бұлардың бәрі саған бағынып болмап беді. Бұл жолы мен Хорезммен соғысуға барамын. Хорезм батыс Ляодан да әрегірек жатқан ел. Өте үлкен, бай әрі күшті мемлекет. Сен неге олармен соғысқың келеді? Ол жағын сұрамай-ақ қояйын. Оның да бір себебі бар шығар. Менің қазір ойлап жатқаным дұшпаның тым алыста. Оның үстіне күшті ел көрінеді. Бұл соғыс 8-9 жылға созылуы мүмкін. Апа, Сенің әкеңді татарлар у беріп өлтіріп еді. Дәйшоғыттар мені де, менің балаларымды да жұртқа тастап кетті. Бұл баяғыда болған жай. Есугейден қалған 5 ұлды аман есен жеткіздім. 5 батыр ұлды. Даланың шөбімен жабай жемістерін беріп 9 адамды асырауға болады. Саршынақтар. саршынақтар деймісіз? Саршынақтар оларды да жеуге болады. Бірақ олар сұмдық шіркеншті. Ол тағы да есінен жаңылып қалды. Бәрі де жақсы, жылама. Жыламаңыз, барлығы жақсы. Бәрі жақсы. Қатқын. Сен біздің шаңырағымыздың шын жанашырысың. Анамды саған тапсырдым, өзіңе аманат. Егер жаман айтпай жақсы жоқ. Әлде қалай күн болып дидарласа алмай қалсақ, мені жоқтатпай, анамды ақтық сапарына өзің аттандырып салғайсың. Хан, мұны уайымдамаңыз. Алаңдамай аттана беріңіз. Өмірімнің ақырына дейін өзіңізге қызмет етем.
1219 жыл. Шыңғыс хан 57-ге шықты. Моңғол әскерлері үш өзеннің тоғысқан жерінде жиналып, Хорезмге қарай бет алды. Ұлы жаулаушының дәуірі осылай басталды. Темучин, сен аттанып барамысың? Иә, аттанып барам. Қашан қайтып ораласың? Көп ұзамай қайтып ораламын. Сен мені тағы да алдап тұрсың. Менің естуімше сенің бара жатқан жеріңе дейін 1 жыл жүру керек көрінеді. Ал сен соғысуға бара жатырсың. Мен сені енді қайтып көре алам ба? Апа, Тіпті қайтып оралған күннің өзінде де. Менің жасым қазір 80-де. Сен мені қайтып көре алармысың? апа. Бар. Бара бер. Шыңғыс хан Хорезмнің жаңа астанасы Самарқандқа жақындап келіп қалған кезде, өркөкірек Хорезм сұлтаны Мұхаммед те соғысқа дайындалып жатты. Бір құдайдың өзі куә, мен осы жылдың салығын төлеп қойғам. Сақал мен ант етейін, қазір менің қалтамда қара бақырда қалған жоқ. Сақалың өзіңе құт болсын. Біз алдағы 3 жылдың салығын жинауға шықтық. Кәні бер. Ой, Алла, бұл не болды? Шынымен де ақыр заманның келгені ме? Не десең де өзің біл. Сұлтан бізді мұсылмандарды Шыңғыс хан деген бұзықтан қорғау үшін салықты көтеріп жатыр. Енді түсіндің бе? Аллаға аян, бірақ менде ондай ақша жоқ. Онда мына дүние мүлкіңізді аламыз. Жоқ, оған тиіспеңдер, алмаңдаршы. Былай тұр дедім ғой саған.
Жол беріңдер, жол беріңдер. Не болып қалды? Мына күнәһар біздің сұлтанды қарғап сіледі. Мырза, сақалыммен ант етейін. Мен тек бар болғаны сұлтан бізді қорғауы тиіс, өйткені біз оған салық төлеп тұрмыз дедім. Түсінікті, мұндай сөздерің үшін сен сақалыңнан да басыңнан да айырыласың. Қанеке, оны шығыс беттегі қақпаға апарып, бас кесер жазалаушының қолына тапсырыңдар. Бас аяғыңды. Тыңдаңдар мені. Алтын ақшаларыңды балқытушы болмаңдар. Алтын бұйымдарын жасырушы болмаңдар. Мұның ақыры жаман болады. Өлсеңдер де 3 жылдың салығын төлейсіңдер. Өйткені біз ана басқыншы монғолдарға шабуылды өзіміз бастамасақ, Шыңғыс ханның қалың қолының ат тұяғының астында қаламыз. Қайда барсақ та өлімнен құтылмаймыз. Менің ойымша біз өзіміздің бар күшімізді Әмудария өзенінің жағасына шоғырландыруымыз керек. Осы табиғи қорғаныс шебін пайдаланып қана Шыңғыс ханның шабуылына төтеп бере аламыз. Монғолдың қоян сияқты аттары Әмудария өзенін кесіп өте алмайды. Егер монғолдың қоян сияқты аттары Әмударияны кесіп өте алмайтын болса, біз тек солтүстік беттегі өткелді қорғауымыз керек. Сонда бізге төнер ешқандай қауіп болмайды. Ал барлығы сәтімен біткен кезде қарапайым халық біздің түймедейді түйедей қылған қорқақтығымызды мазақтап күлетін болады. Сен үшеуің сияқты менің көңіл күйім көтеріңкі емес. Сендер шынымен де монғолдарды жаңа өздерің айтқандай дәрменсіз деп ойлайсыңдар ма? Оларды бұлай суреттеген мен емес. Шыңғыс хан елшісінің көмекшісі Мұхаммед. Ол нағыз мұсылман. Біз бірақ оған сенбеуіміз керек. Менің білуімше Шыңғыс хан өзінің адамдарын орнымен пайдалана біледі. Шыңғыс хан Сахараны өзінің қол астына біріктіре бастағаннан бері бірде-бір сардары оны сатып кеткен емес. Кім біледі, Мұхаммед біздің қорғанысымызды әлсірету үшін әдейі істеген шығар. Ол мұсылман. Монғолдың сауда керуеніндегі сен өлтірген адамдардың ішінде де мұсылмандар болған. Ол мәртебелі сұлтан жазаға тартқан монғол елшілерін басқарып келген адам, ол да мұсылман емес пе? Дауласуды доғарыңдар. Жәлеләддин, алдағы болатын соғыс туралы сен не ойлайсың? Айтшы. Менің ойым былай. Әскерлерді Әмудария өзенінің жағасына шоғырландырамыз дегендеріңізді қоштаймын. Бірақ бұл әскердің басты мақсаты қорғану емес, қарсы шабуыл жасау болу керек. Ұзақ жолдан шаршап шалдығып жеткен жау қолын тынығып, күш жинап үлгерпей, тарпа-бас салып көздерін жою керек. Ал Шыңғыс ханды тірілей қолға түсіргеніміз жөн болады. Мен де Жәлеләддиннің сардардың ойын дұрыс деп есептеймін. Бірақ түпкілікті шешімді сұлтан сіз өзіңіз қабылдауыңыз керек. Тағы кімнің қандай ойы бар? Мен Жәлеләддин ханзаданың пікірімен келсем, жау күшін жеткілікті бағаламай қалып жүрмейік. Естеріңізде болсын, мұнда тек Үсенақай ханзада ғана бар. Ал Жәлеләддин ханзада емес. Әйтсе де мен біздің әскерлерімізді Әмудария өзенінің жағасына шоғырландырып Шыңғыс ханға түбегейлі соққы берейік дегендеріңізге келіспеймін. Өйткені егер бұл шайқаста біз жеңіс табатын болсақ, онда бір соғыста әскеріміздің бәрінен айырылуымыз мүмкін. Сондықтан да мен дұшпанды ішке қарай алдап кіргізіп, әбден шаршатып, діңкесін құртып, оларды біртіндеп жою керек деп есептеймін. Ал сонда халықтың жағдайы қалай болады? Сонда сен Шыңғыс хан оларды біртіндеп қылғытып жұта берсін демекпісің? Меніңше, қалай болғанда да әскерді Әмудария бойына шоғырландырғаннан артығы жоқ. Бұл арада біз тек өткелді ғана қорғаймыз. Шыңғыс ханның қолы өзеннен өте алмайды. Сондай монғол әскерлерінің астындағы аттарын сойып жегеннен басқа амалы қалмайды. Сөйтіп дұшпанның қолы бізге ұрыссыз-ақ берілетін болады. Солай емес пе? Біздің жерімізде шөп пен дәнді дақыл өспейді деп кім айтты? Дауласуды доғарыңдар. Бүгінге осы да жетер. Қалай болғанда да монғолдар Әмударияға келгенше әлі 1,5 жыл бар, ал оған дейін біздің соғыстың амал тәсілдерін әбден ойластырып алатын жеткілікті уақытымыз болады. Сөз жоқ, Жәлеләддиннің шешімі бірден бір дұрыс шешім болатын. Егер Хорезм сұлтаны осы амал тәсілді қолданғанда, Шыңғыс ханның қолы Әмудария өзенінің бойында жеңіліс тапқан болар ма еді? Бірақ тарих дөңгелегін кері айналдыра алмайсың. Соншама жыл үздіксіз жүргізілген соғыстардан кейін монғолдар әскер күшінен де қалың қол ұстайтын ақша қаражаттан да тапшылық көрген еді. Монғолдардың тұрақты әскері 250 мың адам болды. Бұған қоса алтын мемлекетімен шекарада да әскер ұстамасы болмайтын еді. Батысқа қарай жорыққа аттанғанда Шыңғыс хан әскерінің саны қанша болатын? Мұсылман елдері тарихшылары 600-700 мың деген санды айтады. Ласаденнің айтуынша, Шыңғыс хан өлгеннен кейін оның әскерінде 120 мың адам болыпты. Бірақ бір нәрсе айқын. Шыңғыс хан бұл соғысқа 16 мен 70-тің арасындағы барлық ер адамдарды жұмылдырды. Ол тіпті өзінің адамдарын Хуэхейге, Алмалыға, Қанукерлүтінге,
батыстағы біраз әміршілерге жіберді. Сөйтіп олардың да осы жорыққа әскер қосуын талап етті. Мұқылай алтын елінің шығысынан 5000 қол өнерші мен ұстаны алып келді. Сұлтан Тақсыр. Сен менің жарлығымды неге жеткізбегенсің? Бұл арада нағып тұрсың. Сіз Жәлеледдиннің ұсынысына әлі жауап қайтарған жоқсыз. Жәлеледдиннің ұсынысы дейді? Ол немен еді? Не ол? Біздің 400 мың атты әскеріміз бен 300 мың жаяу әскерімізді Әмударияның бойына алып барып Шыңғысханмен шайқасқа шығайық. Әскерлерді бытыратып, қорғаныс жасауға болмайды. Онда олар бізді жойып жібереді деген. Білем. Жәлеледдин жас әлі албырт. Монғолдарға төтеп беруді оп-оңай көреді. Болды, мен қалжырадым. Сен хандарға барып менің әмірімді жеткіз. Жарайды. Хорезм елдерінің хандары. Мәртебелі сұлтан Тақсыр денсаулығы болыңқырамай ордаға келе алмады. Алайда ұлылардың ұлысы сұлтан Тақсырға бұл жолғы соғыста мұсылмандар сөзсіз жеңіп шығады деген аян түсіпті. Ол келешекте монғолдардың қосынынан 3 есе көп жеңімпаз әскерін бастап Шыңғысханды жеңемін деді. Ол осы жолғы шайқаста мынандай амал тәсіл қолдану керектігін айтты. 110 мың әскерге өзі және үлкен ұлы Жәлеледдин қолбасшылық істеп, жаңа астана Самарқандты қорғайтын болды. Қалған әскерге хандар өздері қолбасы болып, өз шекараларын қорғасын деді. Қайырхан Тақсыр мәртебелі сұлтан сізге соғыстың басталуына себепші болған өзі, сондықтан отырар қаласы ең алдымен соққыға ұшырайды деп анықтап айтты. Және Қарашер хан бастаған 10 мың қол көмекке аттанып, Қайырханның отырар қаласын қорғауына көмектессін деп бұйрық берді. Мені жібермек пе? Жарайды, онда барлықтарыңыз іске кірісіңіздер. Қадірменді темір мәлік сардар. Ана ашкөз Қайырхан монғолдардың сауда керуеннен талап алған дүниесінен маған соқыр тиын да берген жоқ еді. Енді монғолдар келгенде ол үшін менің соғысатыным қалай? Түсінбеймін. Бұл сұлтан мен хан ағамыздың әмірі. Жарлыққа қарсы келмекпісің? Алла, ешкімге бет қаратпайтын өркөкірек адам, аяқ астынан дәрменсіз жанға айналып шыға келер деп тіпті де ойламаппын. Солардың бірі тәкаппар да теріс азу хан анасы, енді бірі менменсіген, күніге 40 құбылатын сұлтан. Хорезм елі осы екеуінің қолынан күйрек айналды. Жәлеледдин, сен халқымыздың өмірін қорғау, Хорезм елін апаттан аман алып қалу міндетін өз мойныңа алсаң деймін. Ханзадалықта махрум болған менің қолымдағы қылышымнан басқа нем бар? Жәлеледдин, мен сенің әне күнгі сөзіңді әкең айттым. Өзіміздің 400 мың атты әскеріміз бен 300 мың жаяу әскерімізді шекара сыртына соғырландырып, Таңғыт елі, Ұйғыр елі және Найман елі шекара аймағында Шыңғысханға қарсы шешуші шайқасқа шығайық. Күшімізді бытыратып тек қорғаныс жасап отыруға болмайды. Онда олар бізді жеке-жеке жойып жібереді. Сұлтан бұған құлақ аспады. Оның санасын әлгі бір жебе деген монғол әбден жаулап алған сияқты, өзі содан өлердей қорқып қалды. Күте тұрайық. Шыңғысханның қарлы тау шөл даладан өтіп мұнда келуіне 1 жылдан артық уақыт кетеді. Бұл кезде уақыт атты дария, бәлкім көп нәрселерді өзгертіп қалар. Қалай ойлайсыз? Білайым, сол күнге жетсек екен.
Қахан, шолуын Таңғыт елінен хабар әкелді. Қахан, құлан қанша? Таңғыт қосын қашан келетін болды? Олар келмейтін болды. Неге? Олар бізбен бірге жорыққа аттанудан бас тартты. Таңғыт ханым маған көмекке келуге қашанда дайынмын деп еді. Сертіне неге тайыпты? Таңғыт хан не деді? Шыңғыс хан дүниеде маған тең келетін хан жоқ депті ғой. Ендеше Хорезмге өзі жорық жасай берсін, басқаларды атақ даңққа ортақтастырып қайтет деді. Не дейді? Бұл мені мысқылдағаны ма? Қахан, ашу шақырудың қажеті жоқ. Таңғыт ханы пайда десе арын сататын адам. Бүгін біреумен одақтасып ақша сұраса, ертесінде екінші біреумен достасып, шеншекпен сұрап, бір сүгіні тағы біреуге уәде беріп дүние дәметіп жүретін ар намыстан жұрдай антұрған ғазаланып көңіліңізге қаяу түсіріп қайтесіз. Ол барған сайын ашушаң болып барады. Бүйте берсе денсаулығы нашарлап кетеме деп алаңдаймын. Ол Чанчуин қазіретке қатты сенеді. Мен Елугуге ханның атынан хат жаздырып Сәндунға адам жіберттім. Чанчуин оған ақыл кеңес берер деп үміттенем. Біз үшін ең қажетсі ебін тауып қаханның көңілін тыныштандыру. Ей, үгедей, сенің қосар қандай ақылың бар? Байқап көрейін. Қанеке, Не шаруа балам? Қанеке, мен сіздің соғыста жеңіске жетудегі айла тәсілдеріңізді үйренгелі келдім. Сондай амал тәсілдердің бірі отпен шошыту екен. Сіз Найман тайпасына шабуыл жасағанда түнде бір жасаққа 5 жерден от жақызып, Тайын ханның үрейін ұшырдыңыз. Енді бірі бұрғылау тәсілі. Нахуш атқалында болған шайқаста 3 қосын бір мезетте 3 жақтан шабуыл бастап, жау әскеріне шаншыла кірді. Тағы бір тәсіліңізді жүрегін суыру тәсілі деп атадыңыз. Осы тәсілмен таңдаулы сарбаздарыңызды жіберіп жаудың туын жықтыңыз. Эхуленде алтын елінің 400 мың қолын жеңгенде осы әдісті қолдандыңыз. Ал осы жолы Хорезмге шабуыл жасағанда қандай амал тәсіл қолданатыңызды біле алмай тұрмын. Мұны сұрапыл дауылдай тию тәсіл деп атаса да болады. Менің қолым қозғалмасын де, ал қозғалды болды. Лөй дауыл тәрізді 1000 шақырым жерден демде жетіп бармақ. Бұл қанды балақ қыранның көк жүзінде айналып жүріп кенет түйіліп кеп түскен сияқты болады да, жау қорғаныс жасауға да үлгере алмай қалады. Өте жақсы, тамаша. Ең басты жауға есін жиғызбай күтпеген жерден лап қою. Солай емес пе? Ұзын сақал, соғысудан тыйылмай келе жатқанды сен де айыптаймысың? Қанеке! Қанеке, батыстан келген елшілер сізбен жолыққысы келеді. Олар Хорезмнен келді ме? Жоқ, оларды халиф жіберді. Бұл айтып тұрғаны осыдан бірнеше жыл бұрын Женхай айтқан мұсылман елінің басшысы ма? Иә, соның өзі. Ол маған елшілерін неге жіберді? Не үшін? Мұсылман елдерінің рухани басшысы болуға Мұхаммед Сұлтанның да дәмесі бар деп естігем. Жарайды, Мұхаммедті шақыр. Халифтің елшілері де кірсін. Мұхаммед, бармын. Мынаны оқы. Иә. Батыстағы мұсылман елдерінің басшысы халиф біздің шығыстағы құтқарушымыз Йоннаға сәлем жолдайды. Тоқтай тұр. Құтқарушы Йонна дегені қалай? Онысы кім еді? Мұнда тек Моңғол мемлекетінің ханы Шыңғыс хан бар. Ешқандай құтқарушы Йонна деген жоқ. Сен қателесіп тұрған жоқсың ба? Бұл біздің Шыңғыс хан. Ешқандай да құтқарушы Йонна емес. Біз ұзақ жол жүріп келдік. Көрмеген азап бейнетіміз жоқ. Әбден діңкеміз құрып, әрмен қарай жүруге шамамыз келмейтін болған шақта бізді сіздердің шолғыншы сарбаздарыңыз қарсы алды. Сөйтіп ажалдан құтқарды. Біз сіздердің Хорезм шахы Мұхаммед Сұлтанға қарсы аттанғалы жатқандарыңызды білдік. Біздің де іздегенімізді өздеріңіз еді. Сіздер сонда біздің шығыстағы құтқарушы Йоннамыз болмағанда кім боласыздар? Шамасы олар сізге осындай атақ беріп тұрған сияқты. Хан тақсыр, хатта не жазылған әрмен қарай тыңдайық. Жарайды, әрі қарай оқы.
Жүздеген жылдар бойы халиф мұсылман әлемінің рухани көсемі болып келді. Хорезм менің билігімде болатын. Кейінірек ол батыс Ляо елінің Гүрх ханына бағынды. Жақында Найман тайпасының көсемі Таян ханның ұлы күшілік Хорезм сұлтаны Мұхаммедпен бірігіп Гүрх ханды тақтан тайдырды. Сонан бері Хорезм шағы бұрынғыдан да өргөкіректеніп кетті. Олар батыс пен шығыстағы мұсылман әлемін жаулап алды. Әсіресе олардың бірнеше рет мұсылман елінің қасиетті мекеніне жорық жасап, халифті бағындырмақ болған әрекеті шыдамымыздың шегіне жетті. Бұл сұлтан Мұхаммед әбден асып тасқан екен. Батыста халифке ауыз салыпты. Біздің моңғол саудагерлерін өлтірді. Шынында да ол бүкіл әлемді жауламаққа бекінген екен. Соңғы жылдары ел арасында Мұхаммед сұлтан айналасындағы барлық көрші мемлекеттерді жаулап алмақ екен деген қауесет тарап жүр. Қазір барлық мемлекеттерге қауіп-қатер төніп тұр. Сіз шығыстан келген құтқарушысыз. Құдайдың өзі бізге құтқарушы етіп сізді жіберіп отыр. Сіз мұсылман әлемін құтқарып қаласыз деп сенемін. Бүкіл мұсылман елдері сіздің әскеріңіздің келгеніне қуанатын болады. Ұзын сақал, елшілерді құрметтеп қарсы алыңдар. Менің бұйрығымды тыңдаңдар. Ертең жорыққа аттанамыз. Хорезмнің сұлтаны мен Қайыр ханның көздерін жойғаннан кейін Таңғұт елінің әміршісімен есеп айырысатын боламыз. Сәңлүң Найжу аймағы. Періс сарайы. Кешіріңіздер, жақсы күте алмадық. Ли Сопы, Чаңчун таяуда бізбен бірге жолға шығалар ма екен? Ғафу етіңіздер, ұстасым осы арада мінәжат етіп отыр. Оның дүниесіне құлақ түрмегенме көп болды. Алғашында алтын елінің елшісі Хынан Тайку оған адам жіберген болатын. Соңынан Сун елінен Али Чон мен Пен Ибн келіп, ұстазымды таудан түсіріп, келелі істер жөнінде ақыл беруге шақырды. Бірақ ұстазым осының бәрінен бас тартты. Ли Сопы, мен бір қолында билігі жоқ кішкентай ғана адаммын. Бірақ қолымда Шыңғыс ханның хаты бар. Оған ханның өз қолымен басқан жолбарыс бейнелі мөрі бар. Чаңчун ғұлама осы хатты оқып көріп, Шыңғыс ханның оны көруге іңкәр екенін ұғынса, онда мен пақырыңыз қайта оралып барғанда Шыңғыс ханның тапсырмасын ойдағыдай орындаған болып саналар едім. Оның оқасы жоқ, менде ұстазымның жазған сәлем хаты бар. Осыны екеулеріңіз ханға табыс еткейсіздер. Елі көтірі, қайтып кетейік. Біз ит арқасы қияннан Ләйжуға келгенімізде, Чаңчунның бет жүзінде көрмесек, Шыңғыс ханға не бетімізді айтамыз? Елі көтірі, бұған қапаланудың қажет жоқ. Бір шақырғанға бара салса ол Чаңчун бола ма? Айтыңызшы. Минан ағай, сіз не дейсіз? Сіз бекеттерге тез хабар жіберіп, басқа жорық жасап бара жатқан Шыңғыс ханнан екінші рет хат жазуды өтініңіз. Әрі бұл хатты Елі Жусайға жаздырсын. Солай болады. Осылай істесек болар ма екен? Оған да келмесе, онда Чаңчунның аты өшсін. Хорезм шекарасы ішіндегі Шыңғыс ханның қонысы. Шах Мұхаммед 400 мың әскерін Әмударияның бойына орналастырып, бізбен шешуші шайқасқа түссе, біздің 200 мың жасағымыз отырарға жете алмай қалуы мүмкін еді. Бірақ ол бұлай істемеді. 110 мың әскерін бастап барып, жаңа астанасы Самарқандты қорғауға, 100 мың әскерді көне астанасы Үргенішпен, хан анасын қорғауға, қалған әскерлерін әр қалаларға бытыратуға бекініп, біздің оларды бір-бірлеп жұтуымызды күтіп отырған көрінеді. Отырар қаласының әскери күші бір шамамығым, 30 мыңдай. Оның үстіне аттарымыз қала қамалына шыға алмайды, сондықтан мен қосынды 4 бағытқа бөлуге бекіндім. Шағатай мен Өгедейдің, Жебенің, Құбылайдың, Зелменің қосындары Отырар қаласына шабуыл жасасын. Қалғандары 3 бағыттан шабуылдап, Хорезмнің шекарадағы қалалар мен қалашықтарын алсын. Онан соң жаңа астанасы Самарқандта бас қосып, жаудың қолқа жүрегіне шаншылып кіріп, Хорезмнің менменсіген сұлтаны Шах Мұхаммедті тірідей ұстаймыз.
Мейлі, осы заман немесе ерте заманғы соғыста болсын, уақытты кім тиімді пайдалана білсе, пәрменді күшке де сол ие болмақ. Уақыттан ұту арқылы жеңіске жетер жолды да қысқартуға болады. 1219 жылы қыркүйек айында хорезмдіктер енді бір жыл жүрсе әрең жетеді деп межелеген моңғол қолы кенеттен отырар қаласының іргесіне бірақ шықты. Монголдар шынымен ақ келіп қалды ма? Сен жаңсақ айтып тұрған жоқпысың? Мен бұны мінген аттарына қарап білдім. Олардың мінген ат емес, бүркіт пе екен? Қайт тез келіп қалды. Қала қақпасын бекіттіңдер ме? Бекіттік. Бұл енді ғана есіңе түсті ме? Монголдар қаланың ішіне кіріп кеткеннен кейін есіңе түспегенде шүкір. Олар мұншама тез келеді деп кім ойлаған? Өздері аспаннан түсті ме? Монголдың 500 саудагерін өлтіремін деп жаудың 500 мың әскерін шақырып келдің. Осының бәрі сенің салған әлегің. Менің өлтірген моңғол тыңшылары. Мұны Шыңғысханға өзің түсіндір. Ұзақ сақталған күшті шарап. Іше ғой. Іше ғой. Шыңғысхан қала қақпасының алдына келді. Қазір көңіл көтеріп шарап ішіп отыратын уақыт па? Біздің бұлай отыратын күндеріміз енді бола ма жоқ па, дәл қазір жұтып отырған таза ауа мен думанды кештің әр сәтін бағалауға тырысайық. Ұқтың ба? Менің қалашқаннан естігенім бар еді. Шыңғысханның өз тәртібі бар екен. Алтын елмен соғысқанда, ол өз еркімен берілген қала тұрғындарын өлтірмепті. Қалашхан мені берілуге үгітте деп айтып еді саған. Егер біз берілер болсақ, ол тірі қалады мен өлем. Шыңғысхан сатқындықты кешірмейді. Ал сен моңғолдарды жеңе аласың ба? Оның әскерлері буырқанған аса өзен сияқты мені жұтып әкетеді. Онда қоршауды бұзып шығуға әрекет жасасақ қайтеді. Егер қоршауды бұзып шығардай шаман болса, мен ажалымды күтіп осы арада отырар ма едім? Сонда сен не істемексің? Мен оған беріле де алмайым. Қоршауды бұзып та шыға алмайым. Енді қалғаны бірақ нәрсе. Қаланы қорғау, соңғы деміміз біткенше қорғау. Ал сен қаланы қорғай аласың ба? Жоқ, қорғай алмайым. Бірақ мұсылман атаулының қарғысына қалмауым үшін мен ақтық демім қалғанша отырарды қорғауым керек. Егер мен ерлікпен өле білсем, ел тарихында қайтпас қайсар ер жүрек қолбасшы деген атым қалады. Қымбаттым, өмірімнің ең соңғы сәттерінде менімен бірге болшы. Өтінемін, қымбаттым. Қайырхан. Қайырхан. Сен өлбіреген жап-жассың. Маған балада туып бермедің. Сен қауызын ашпаған, гүл сияқтысың. Өкпек жел мен жаңбырдың өтіндегі қорғансыз, нәзік гүл сияқтысың. Мен де сенімен бірге өлем. Сен мені сүйіп, аялай білдің. Сенімен бірге көз жұму, ол сенімен бірге мәңгі бақи бірге болу деген сөз. Солай етсем, не арманым бар? Не арманым бар? Сүйіктім. Сенің маған деген сүйіспеншілігіңді сезінген сайын, сенің алдыңдағы айыбым онан сайын ауырлай түседі. Әттең өкінем. Бәрінде өзімнің ашкөз пиғылымнан таптым. Сол дүние құмарлығымның кесірінен ақырында елімді, халқым сорлаттым. Шіркін өмірді қайтадан бастасам ғой. Мен сонда сені бұрынғыдан да аялап мәпелерем.
Seni burungudan da beter süyerim. Бірақ жаратқан Алла маған ондай мүмкіндік бермейді. Менің маңдайыма ар азабын тартып өлу жазылған болып шықты. Өзімнің өлгенмен қоймай сені де қосала кететін болдым ау. Сүйіктім, қымбаттым, асылым. Сені осындай күйге душар етем деп ойлап бедім. Ойлап бедім. 25 бөлімнің соңы.